Алдыңғы роликте иудаизм философиялық құдай туралы іліммен бетпе-бет келгенін көрдік. Бұл мәселені Александриялық Филон шешуге тырысты. Филон былай деді: шынайы құдай философиялық құдай. Ол өзгермейтін болмас, кемел ақыл және еш нәрсеге мұқтаж емес абсолют. Бірақ киелі кітапта құдай адамдармен сөйлеседі, әлемде әрекет етеді және тарихқа араласады. Сондықтан Филон жаңа түсінік ұсынды. Құдай мен әлемнің арасында логос бар. Логос құдайдың делдалы. Ол әлемді жаратады, әлемді басқарады және адамдарға құдайды танытады. Осылайша Филон философиялық құдай мен киелі кітаптағы құдайды логос арқылы біріктірді. Ал келесі роликте Филонның осы логос ілімінің кейін мәсіхшілікке қалай енгенін қарастырамыз.